Вот мына менің кресломның коробкасы. Хорошо, что он монтажды өзіңіз. Туалетный бумага, машинаның номері деген сияқты. Екі монитор мынадан жетеді. Енді көптен күткен менің бөлмем. Ассалаумағалейкум, мырзаларыңызды айдық кезеді. Көптен бері түсірімге жүрген рум-тур. Полный девайсты, компьютерді, жалпы қалай тұрып жатырмын, полный көрсететін боламын қазір. Мына жерде менің бөлмем, бірақ бұны ең соңына қойып қояйық. Прихожка. Бұл жерде особо қызық ештеңе жоқ, мынау айнадан басқа. Бір әдемі болғанмен, бірақ кішкене ыңғайсыздау да қарағанға. Кузок болып. Мынау кіреберіс. Мына жерде уборная. Көрсету нормальный өзі уборный. Ванна. Бұл детально тоқталмай қояйық. В общем, мына жерде ванна, туалет. Қонақ бөлмені көрсетейін. Мынау Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Қонақ бөлме. Көк диван. В принципе, ыңғайлы. Жатып ұйықтауға болады. Особо мықты ештеңе жоқ. Просто аймақ. И тағы бір. Просто екінші компьютер, стрим ПК. Әлі толықты жиналған жоқ, жиналады скоро. Вид с окна өкінішке орай, бірақ бұйыртса мынаның бәрі әдемі болады деп ойлаймын болашақта. Не болып кетті, аспанға кетіп көтере алмай қалды. В общем, көрмей қойыңдар деп тұр ғой. Ұяласыңдар ма? Артық информация керек емес. Мынау балкон. Кішкене жарық қойықшы, қараңғы болып тұр ғой. Бұл мына менің кресломның коробкасы. Сейф. Сейф емес, сейф. Сейф, ішінде не бар? Ішінде там камера мынау. Бұл сейф емес, айтып отырмын, сейф. Бір қолмен көтере бересің. Сейф па? Мынау HyperX-тің микрофоны. Ақысын бере алмай жүріп. Жерде жерде жатыр. Кухняға кеттік. Кстати, мынау тағы да екінші уборный. Жаман есеріп кеткен, екі туалетіміз бар. Кухня просто. Особо тоже мықты ештеңе жоқ. Просто тамақ ішіп кетіп қалатын жер. Мына жақты түсірмей. Мына жер примерно бульверт етіп тастаймыз ғой. Мына жақты. Хорошо, что монтажды өзім жасаймын. Бұл, в принципе, плита, там, микроволновка, холодильник. Не бар? Не бар екен? Жұмыртқа, нан. Как положено, бойдақтардың холодильник. Мен өмірімде вообще жеке гардеробым болған емес та. Мынау полностью гардероб негізі. Мен соншалықты киімім жоқ, былайша айтқанда. Мен өзім бөлмемде шкаф бар, соның бәрі секетті, и мына жер как склад ретінде тұр. Туалетный бумага, машинаның номері деген сияқты. В общем, бұның да ақысын беремін. Пока, ну, нормально. Енді көптен күткен менің бөлмем. Менің логовым. Ұйықтайтын, жұмыс жасайтын жер осы. Компьютерім. Қазір толықтай түсіндіріп беремін. Көбісі стримдарда сұрап жатады, девайстардың моделі қандай, қанша қалдың, анау деп. Бірінші креслодан бастайын. Кресло Cougar Armor One 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын алған болатын. Табуреткада отыра беріп, жынын ұстап барып сатып алған болатын. И 1 грамм өкінбеймін, қазір бағасымен Каспийден сатып алған. Егер там ойланып жүрсеңдер, қандай кресло алсам болады, нормальный, качественный деп, осы Cougar'да кеңес беремін. Басқа девайстерден мышка HyperX, клавиатура HyperX тоже, наушник HyperX. Модельдерін экранға шығарып қоям. Микрофон, аудиотехника 20-20 ма, сондай бірдеңе. Стримға, басқаша стримерге өтте дептерский микрофон, USB, кстати. Столда, былайша айтқанда, игровой деп келеді. Өте ыңғайлы. Мынау выемка дей ма, не дейді қазақша. Мынау бөлшегі, как мына жерге қолына қойған кезде подлокотник сияқты көмек береді. Өте ыңғайлы. Бәріне кеңес беремін тоже. Негізгі монитор Asus 165 Гц. Маған негізі 100 Гц жетеді. Мен особо көп ойнамаймын. Бос кезде там стрим үшін, канал үшін ғана ойнап тұрамын. Екінші монитор HP, тоже қосымша. И үшінші монитор HP. Екі монитор мынадан жетеді. Мен просто өзім жұмысыма керек болғаннан кейін, монтаж жасағаннан кейін қосымша үшінші монитор алдым. Ал бұлай монтаж жасамай
просто ойнап стримдетіп жүретін болсам, екі монитормен жүретін едім. Сосын мен бұл компьютерді толықтай ойын үшін емес, жұмыс үшін жинадым. Жұмысқа керек болғаннан кейін. Солай айтпақшы, компьютердің характеристикасы, сипаттамасы мен экранға шығарып қойдым. Бетке түсетін негізгі жарық LED лампа, image video деп аталады. Моделін тоже экранға шығарып кетемін. Және контролы жаңа беретін Godox 60 ваттық. Кітаптар, бұның бәрін сразу айтайын, мен емес, мен кітап оқымаймын. Бұның бәрі оператор жігіттікі. Съемкада художник болып істеген кезде, осы әйелдің проектінде тарелка сындырған болатын, сол кезде естелік болып қалды. Но мен. Тәліп пе? Тәліп әділет. Просто сувенир болып тұр. Штатив. Телефон штативі китайский. Алуға кеңес бермеймін. Просто бұл флагтың, өзіміздің тудың держателі болды. Әйтеуір бір пайдасы тиіп тұрды. Так, бұл телефонның стабилизаторы. Осымен, бұл просто как штатив ретінде қолданылып отыр. Қазіргі сәтте. То есть, бұлай бүйтеді, мобилография қолданылмайды. В общем, руль PlayStation-ге де қосылады. Беспроводный, кстати. Бірақ беспроводный қосамадым. TikTok-та көрген болсаңдар, мен Eurotrack симуляторда осымен ойнап тұрып, постоянно. TikTok-та ғана. 20 мыңға алдым, Каспийде мынанша тұрады екен. Монитордың держателі. Мына екеуі сатыр. Тағы да бір қосымша держатель. Ол жоғарғы монитор сатырым. Стрим кезде көбісі сұрайды, қандай веб-камера қолданасың, качествосы айбан ғой деп. Негізі особо қатты мықты камера емес анау. Жарықты және бір-екі настройканы жақсы қолданып білсеңдер, дептерская качество шығарып береді сендерге. Егер керек болса, бір видео сабақ па сондай істеп берем. Пікірге жазыңдар, керек болса егер. Телефон держатель. Каспийдің сатып алған үшін теңге. Кстати, әр бөлмеде не бар? Кондер бар. Өте үлкен, мынандай плюс қой. Жаз келе жатыр, тем более. Сразу айта кетейін, бұл пәтер жалдамалы, өзімдікі емес. Мен жұмыс істеймін, еще жұмыс істеп болғаннан кейін демалып ойын ойнаймын. Получается, компьютерде мен ұзақ отырамын да. Мен көзім минус емес, не плюс емес, құдайға шүкір. Бірақ көз талады енді. Көз талғаннан кейін амал жоқ, очки сатып алдым. Қымбат болса да, енді денсаулықтан аяйын ба дедім да. Сондықтан денсаулыққа ақшаңды аямаңдар и компьютерде көп отырмаңдар. Жалпы телефонда. В принципе, осы бәрін айттым деп ойлаймын. Егер бір нәрсе өткізіп алсам, пікірге жаза кетіңдер. Аяғына дейін қарағандарыңа рахмет. Ұнаса лайк басыңдар, ұнамаса дизлайк басыңдар. Бірінші рет көріп тұрсаңдар, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Және қоңыраушаны басып қойыңдар. Все. Келесі видеода, стримдарда көріскенше. Аза қалайсың? Не оқыдың? Ваша история моей старости. Бірінші бетін оқыдың мүше. Какие тяги! Бархытные тяги! Айта салайын да сен? Кітап оқысашы. Тез оқимын да просто. Скорочтение ғой бауырым. Жаман ауыр кітап екен. Қабылдамай қалды. Бір тірлікті бітіріп салғаныз етін. Оператор болып маған көмектескен Ағарыс. Йоу, да қоясың. Операторский работа ұнаса, Ағарыс лучше деп жазып кетіңдер. Көрсетіп нормальный музыка, уборный. Нормально. Ванна. Ағыз Айын теңіздер. Кімдікі ол? Не ол?